Жаңа жылдық дастарханға шпинатты рулет дайындаймыз. Шпинаттың үстіне қайнаған ыстық су құямыз. Сосын оны сығып, суынан ажыратамыз. Блендерге шпинатты және 3 жұмыртқаның сарысын салып блендерлейміз. Кейін 50 грамм ұн салып, тағы блендерлеп аламыз. 3 жұмыртқаның ағына жарты шай қас тұз салып, аппақ көк болғанша шамамен 3-4 минут миксерлейміз. Шпинаттың үстінен ақуызды 3-ке бөліп салып, төменнен жоғары қарай араластырамыз. Табаға пергамент төсеп, қамырды бір тегіс етіп жаймалап шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Пісе салысымен астына пергамент төсеп, қамырды түсіріп аламыз. Содан кейін творожный сырды бетіне жағып шығамыз. Салмасына мен асылған тауық пен болгар бұршын қостым. Қалауыңызша қызыл балық қойып шықсаңыз да болады. Содан кейін рулетімізді орап, оның сыртынан пленка орап, бір түнге тоңазытқышқа қалдырамыз. Мінекей рулетіміз де дайын болды. Видео ұнаса лайк басып сақтап алыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер.